Сәлем достар, мен бүгін кексті пісіретін боламын. Қазір осыны қолданамыз. Бізге керегі осындай заттар: 3 жұмыртқа, 100 грамм айран, 60 грамм сұйық май, 200 грамм күмшекер, 250 грамм ұн. Қопсықтықшысын. Енді жұмыртқаны жарамыз. Енді құмшекерді саламыз. Жақсы араластырамыз. Құтыға қағарған соң айран қосамыз. Енді сұйық май қосамыз. Енді араластырамыз. Мынаны алдымызға қоямыз и жұртамыз. Енді қасықпен араластырамыз. Достар, подписаться етіп арнаға кіріңіздер. Лайк басып кетіңіздер. Дәу ұнымызды мынаған аударамыз. Енді араластырамыз. Енді осы екеуі қалды. Папа, кекс. Енді сілкейміз ауалары сыртқа шығу үшін. Градус қызып тұрған пешке саламыз. Сен пешке салма, ыстық қолын күйіп қалуы да мүмкін. Мамаларыңызға айтыңыздар. Қарап тұрамыз, піскен кезде аламыз. Пештің үстіндегі піскен соң мынаны саламын. Мынаның бетіне шоколад жаңғақ қосуға болады. Менде жаңғақ пен шоколад болмай қалды. Сондықтан біз құрысын істейтін боламыз. Енді мынаның піскенін анықтаймыз. Кезде бүйтіп тыққан кезде біздің кексімізге тап-таза болып шығады. Бұл значит піскен деген сөз.